Kitaptın 99. betindeki söylemlerge qarayıp, öğrencimin adı Ali, okuşunun adı Ali. Okulun bahçesinde dolaşıyorum. Mekteptin avlasında jürmün. Bahçede çimenlerin üstüne oturuyor. Avlada kökşeklerin üstüne oturup жатыр. Немесе otur. Üstünde otur. Duvarın kenarında ağaçlar var. Dualdın şetinde ağaçlar, tallar var. Ali'nin dersleri ne iyi ne kötü. Ali'nin sabahları жақсы da емес, жаман da емес. Ali'nin başını okşuyorum. Ali'nin basın sipap жатырмын. Bu жерде қарап отырсақ, байқасақ егер, öğrencimin adı, оқушының аты. Okulun bahçesi, mekteptin avlası, çimenlerin üstü, kökşöptün üstü, duvarın kenarı, dualdın şeti, Ali'nin dersleri, Ali'nin sabahları, Ali'nin başı, Ali'nin bası. Екі сөз, мына жерде екі сөз бір-бірімен, екі зат есім бір-бірімен тіркесіп тұр, байланысып тұр. Біз бұған қазақшада матасу деп айтамыз. Түркше немесе изафет деп те айтылып жатады. Біз бұған түркшеде бұның үш түрі бар. Бірінші түрі ол анық тіркес, белгілі исім тамламасы деп айтамыз. Жаңа не деді? Мысалға, Ali'nin başı dedi. Okulun, mekteptin bahçesi, avlası dedi. Ali baş, okul bahçe деген екі зат есім бір-біріне тіркесіп тұр, бір-біріне байланысып тұр. Бұның мына бірінші сөздер ілік септікте тұр. Ал екіншісі болса, мынау үшінші жақ тәуелдік жалғаулы сөз болып тұр. Бірінші сөзге біз анықтаушы деп айтамыз сөзді. Анықтаушы деп айтамыз. Не үшін анықтаушы? Өйткені мыналар, бірінші сөз екінші сөзді анықтап тұр. Ал екінші сөз болса анықталып тұр. Сондықтан оған анықталушы деп айтамыз әдетте. Анықталушы деп айтамыз. Анықтаушы не дедік? Ілік септікте болады дедік. Ілік септіктің жалғауын алады дедік. Енді біз онда ілік септікті білуіміз керек. Ілік септік әдетте нын, нин, нун, нүн, дауыссыз дыбыстардан кейін ын, ин, ун, үн, дауыс т дыбыстардан кейін. Дауыссыз дыбыстардан кейін, дауыс т дыбыстардан кейін. Дауыс т дыбыстардан кейін. Мысал берейік. Арaba, arabanın, ненің? Машинаның. Ev, үй, evin, үйдің. Doktor, doktorun, kімнің? Dәрігердің. Göz, gözün, көздің. Былай алсақ, бір арабаның, evin, doktorun, gözün деп алатын болсақ, бұл сөздер ілік септікте септеліп тұр. Бірақ біз анық тіркес жасағымыз келсе, онда мына жерге тағы да бір сөз жазып, оған үшінші жақ тәуелдік жалғауын жалғаймыз. Арабаның мысалға несі болсын? Көліктің есігі болсын. Kapısı, есігі. Evin, үйдің несі болсын? Мысалға терезесі болсын. Пенжересі. Doktorun, dәрігердің несі болсын? Аты болсын. Ады.
Mынау өшіріп кетті. Пенжересі, докторын adı, көздің несі болсын, түсі болсын. Мысалға, ренги. Тәуелді жалғанған кезде есімізде болса, к өзінен кейін дауысты дыбыс келсе, г немесе yumuşak g-ге айналатын еді. Оны да ұмытпаймыз. Сонымен біз мына жерде не жасадық? Түркше айтатын болсақ, белгілі исім тамламасы немесе анық тіркес жасадық. Оның бірінші сөзі ілік септікте тұр, екінші сөз үшінші жақ тәуелдік жалғауын алып тұр. Бірінші сөзді анықтаушы деп айтамыз, екіншіге анықталушы деп айтамыз. Мына жерде де егер қарайтын болсақ, çiçek, çiçeğin kokusu. Çiçek бұл гүл, koku иіс. Гүлдің иісі дейтін болсақ, çiçeğin kokusu деп айтамыз. In бұл бізде ілік септіктің қосымшасы, дауыссыз дыбыстардан кейін келетін еді, бірақ жаңа ғана ренг деген сөзде айттық, к не істейтін еді, г-ға немесе yumuşak g-ге айналатын еді, егер өзінен кейін дауысты дыбыс жалғанып жатса, немесе дауысты дыбыспен басталатын қандай да бір қосымша жалғанып жатса. Ол сонда не болады? Солайша çiçeğin болады. Мынау бізді білеміз, kokusu тәуелдік жалғау. Simit, simитін емес, simidin. Simit калач дедік. Бұл тоқаш, түріктерде пісірілетін, жасалатын. Сусам күнжут немесе қазақшада айтамыз. Simidin күнжуты, күнжуты Ağaç, dal, ағаш, тал, бұтақ. Ағаштың бұтағы дейтін болсақ, ж-ға айналады, ağacın dalı. Kitap, кітап, капак, мұқаба. Кітап мұқаба, бірақ біз кітаптың мұқабасы дегіміз келеді. Олай болса, китабын капа-ы. Мына жерде не істеді? П-ға айналды. Капақтаки к yumuşak g-ге айналып кетті. Бұған біз жаңа анық тіркес деп айттық. Енді тағы да үлгілерге қарап жіберейік. Мысалдарға арaba, cam, машина, терезе. Машинаның терезесі ашық. Arabanın camı açık. Perde, renk, түс. Perdenin дауысты дыбыспен бітіпті. Renk к не істейді? Yumuşak g-ге айналады. Rengi kırmızı. Perdenin түсі қызыл. Okul, kapı. Мектеп, есік. Okul дауыссыз дыбыспен бітіп тұр. Олай болса, okulun несі? Kapısı büyük, үлкен. Kalem, uç. Kalem, қаламның дауыссыз дыбыс. Uç, не істейді дедік жаңа, ж-ға айналады дедік. Ucu, ұшы. Sivri, үшкір. Ayşe, saç. Ayşe, мына жерге апостроф қоямыз, адамның аты болғандықтан жалғыз есім. Ayşe'nin saç, ч өзгермейді. Біз мынаны айтқан кезде, к-ның г-ға, yumuşak g-ға айналатынын, ч-ның ж-ға айналатынын айтқан кезімізде ережеге бағынбайтында көптеген сөздер болуы мүмкін деген біз соны ұмытпаймыз. Әсіресе т-да, д-да көптеген сөз т-да, д-ға өзгермейтін. Сол сияқты мысалға сач не істеді? Ч өзгерген жоқ, сачы, ал уч дегенде өзгерді, уджу болды. Кывырчык, Ayşe'nin шашы, бұйра, Ayşe'nin saçı. Доктор, стетоскоп, доктор, кімнің? Докторун, дауыссыз дыбыстардан кейін ин, он, үн, докторун, стетоскоп, бұ масаның үстінде, үстелдің үстінде дедік. Жаңа баста айттық, бұл тіркестің немесе түркшедегі исім талмамасының
изафеттің түрік тілінде 3 түрі бар дедік. Жаңа біз оны анық тіркес деп өткен болатынбыз. Енді бізде танық тіркес бар. Есімізде болса, бірінші ілік септікте тұрған анықтаушы сөз болған мына жерде, екі зат есім, біреуі анықтаушы, екіншісі анықталушы болатын. Жаңа айтқан анық тіркесте анықтаушы сөз ілік септігінде болатын, ілік септігінде тұратын, ілік септік жалғаулы болатын. Ал анықталушы үшінші жақ тәуелдік жалғаулы болған. Танық тіркесте анықтаушы сөз жалғаусыз болады. Жалғау жалғанбайды. Ал үшінші жақ тәуелдік жалғау, анықталушы болатын болса, үшінші жақ тәуелдік жалғаулы болып қала береді. Мысалға мынандай сөз айтайық. Kapının, kapı сөзін қол болсын. Kapı есік, қол тұтқа. Енді осыдан біз тіркес жасайық. Жаңа алдыңғы өткен, осының алдындағы тіркес, анық тіркес бойынша біз оны қалай жасар едік? Былай. Kapının қолы деген болар едік. Бұл анық тіркес. Ал жаңа не дедік? Танық тіркес бар, ол жалғаусыз болады дедік. Олай болса, ол жай ғана kapı өз қалады, жалғанбайды, нөлдік тұлға. Ал не болатын болса, екінші сөз болса, анықталушы сөз, үшінші жақ тәуелдік жалғаулы болады дедік. Олай болса, kapı қолы бұл танық тіркес. Енді бұның қандай айырмашылығы бар? Егер біз kapının қолы дейтін болсақ, жаңа анық деп айтуымыздың себебі де осы, белгілі бір есіктің тұтқасы деп айтамыз. Ал егер kapı қолы дейтін болсақ, жалпы есіктердің тұтқасы. Бұл не нәрсе? Мына жерде не нәрсе сатып атсың? Есік тұтқасын сатып атырмын. Қандай да бір есікке сәйкес келетін, есікке болатын, есікте қолдануға болатын есік тұтқасы. Ал егер мына есіктің тұтқасын ұста деп белгілі бір есікті, анық есікті айтатын болсақ, онда kapının қолы деп айтамыз. Мысалға, лимонның ренги, лимонның түсі. Ал егер мен лимон ренги десем, онда былай да айтуға да болады, былай да айтуға болады. Бірақ бірінші мына бұл анық тіркес. Ал мынау болса танық тіркес. Қандай айырмашылық бар? Біріншіде ілік септің жалғауы бар, екіншісінде жоқ. Ал мағына жағынан мынау лимонның түсі. Бір лимон бар шығар қолымызда, мысалға, соны айта шығамыз. Лимонның түсі қандай екен? Сарғыш екен, жасыл екен деген сияқты. Ал лимон ренги дейтін болсақ, жалпы лимон түстес деген мағынада айтқан боламыз. Міне біз бұған танық тіркес деп айтамыз. Енді біз мысалдарға қарап жіберейік. Güneş, күн, gözlük, көзілдірік. Güneş, gözlüğümü kaybettim. Бұл жерде күн, көзілдірік, күннің көзілдірігі емес, күннен қорғайтын көзілдірік. Сондықтан біз бұл жерде güneşin gözlüğü деп айтқан жоқпыз, güneş gözlüğü деп айттық. Spor salon, sport zal. Yüzmek için spor salon gittim. Жүзу үшін спорт залға бардым. Спорттың залына барған жоқпын, спорт залға бардым. Сондықтан біз бұл жерде спордан кейін ілік септік жалғамаймыз. Салону қайда? Салонуна gittim. Yatak, oda, büyük bir ayna var. Yatak, жату, жатын, немесе бұл төсек, oda, бөлме. Жатын, бөлме. Төсектің бөлмесі емес, жалпы жатын бөлме. Олай болса, yatak odası. Büyük bir ayna var. Үлкен айна бар. Қайда?
Yatak odasında. Masa örtü yıkadın mı? Üstel жапқыш жудың ба? Masa örtüsü. Masanın örtüsü емес, үстелдің жапқышы емес, үстел жапқыш жалпы. Bir белгілі бір үстелдің жапқышы емес, сондықтан мына жерге біз ілік септігін алып келген жоқпыз, танық тіркесті қолданып жатырмыз. Masa нені örtüsünü yıkadın mı? Meyve suyu. Meyve жеміс, су, жалпы бұл жерде айтайын дегені жеміс шырыны. Біз не дегенбіз тәуелдік жалғауда, үшінші жақта тәуелдік жалғауда и, у, немесе егер дауысты дыбыспен бітетін болса, си, су, сө жалғаймыз дедік қой. Олай болатын болса, егер ережеге қарайтын болсақ, суды біз сусу деп айту керекпіз. Бірақ олай айтылмайды. Қалай айтылады? Суyu деп айтылады тәуелдік жалғауда. Тәуелдік жалғау үшінші жақ болғанда. Яғни оның суы деп айтатын болсақ, оның сусы деп айтпаймыз, оның суyu дейміз. Сол сияқты мына жерде де жаңа не дедік, ілік септігінде егер дауысты дыбыспен бітетін болса, нын, нин, нун, нөн алып келеміз дедік қой, жалғаймыз деген болатынбыз. Олай болса, су дауысты дыбыспен бітіп тұр, сунун деп айтуымыз керек, бірақ олай айтылмайды, суюн деп айтылады. Мына не деп тұр мына жерде? Суюн реңге, яғни судың түсі деп тұр. Доктор önlük. Önlük ол халат, униформа ретінде халат, алжапқыш деген мағынаны білдіреді. Яғни дәрігердің халаты. Бірақ егер доктор önlüğü дейтін болсақ, жалпы дәрігерлерге арналған халат деген мағынаны білдіреді. Ал дәрігердің халаты дегіміз келсе, онда докторun önlüğü деп айтамыз. Polis kıyafet, полиция униформа. Яғни полицейлерге арналған униформа дегіміз келсе, polis kıyafeti деп айтамыз. Бұл жерде танық тіркес. Ал мынау бір полиция қызметкері. Осы полиция қызметкерінің униформасы дегіміз келсе, polisin kıyafeti деп айтамыз. Бұл жерде анық тіркес. Öğrenci çanta. Жалпы мектеп немесе оқушы сумкасы дегіміз келсе, öğrenci çantası. Ал мына бір белгілі бір қандайда бір оқушының сөмкесі дегіміз келсе, öğrencinin çantası. Bebek çorap. Böbe шұлық, яғни böbe шұлығы деп айтқымыз келсе, жалпы bebek çorap, ұмытпаймыз, п-ға ауысады çorabы. Ал қандай да бір бөпенің, белгілі бөпенің, мына бөпенің несі шұлығы деп айтқымыз келсе, онда bebeğin çorabı деп анық тіркес жасаймыз. Бұл тіркестің тағы да үшінші түрі құранды тіркес деп аталады. Құранды тіркестер жаңа бізде анық-танық екі зат есімнен құралған болатын, ал құранды тіркесте үш немесе одан да көп зат есім бір-бірімен не істейді? Тіркеседі, матасады, байланысады, жалғасады. Түркшеде біз оған синжірлеме ісім тамламасы деп айтамыз. Яғни үш немесе одан да көп компоненттен тұратын болса. Жаңағы айтқан анық тіркесіміз, танық тіркесіміз, бұл тіркесте, мына құранды тіркесте араласып келіп жатады. Жаңа біз мысалға осының алдында kapı kolu дедік, kapının kolu дедік. Есік тұсқасы, есіктің тұсқасы. Ал егер kapının қазақшада да бар. Kapının, kolunun реңге дейтін болсақ, егер
есіктің тұсқасының түсі дейтін болсақ, бұл құранды тіркес болады. Мынау танық, анық, құранды тіркес болды. Есіктің тұтқасының түсі. Kapı kolunun rengi de деп те айтуға болар еді бұны. Kapı kolunun rengi деп те айтуға болар еді. Мына жерде екеуі анық тіркес болып, содан кейін тағы да анық тіркес болып бір-біріне тіркесіп тұр. Ал екінші мысалымызда мыналар, мына екеуі танық тіркес, содан кейін анық тіркес. Танық плюс анық, ал мына жерде анық плюс анық болып тұр. Бұлар бір-бірімен осылай аралас бола береді. Лимон деген біз жаңа лимон ренгі дедік. Танықта. Лимон түстес, лимон түс. Лимонның ренгі. Лимонның түсі. Ал егер bu bahçenin limonunun rengi дейтін болсақ, бұл енді құранды тіркес болады. Өйткені бақче мен лимон бір-біріне тіркесіп тұр. Міне, анық тіркесіп болып. Сосын лимон мен ренг бір-біріне тағы да анық тіркес болып тіркесіп тұр. Сондықтан біз бұған құранды тіркес деп айтамыз. Енді мысалдарымызға қарайық. Сынып öğretmenliği bölümünde okudum. Бастауыш мектеп мұғалімі мамандығы бойынша оқыдым. Бұл жерде сынып öğretmenliği бөлімі. Екі тіркес бар. Біріншісі сынып öğretmenliği, танық тіркес. Сосын öğretmenlik бөлімі деген тағы да танық тіркес. Сол үшеуі қатар, үш сөз қатар келіп тұр. Үш компоненттен құрылған құранды тіркес. Okulun öğretmenler odasında büyük bir masa var. Mектептің мұғалімдер бөлмесінде үлкен үстел бар. Okulun öğretmenler odası. Бұл құранды тіркес. Nöbetçi öğretmenin önlüğü beyaz. Кезекші мұғалімнің халаты ақ. Nöbetçi öğretmenin önlüğü. Bu жерде құранды тіркес. Nöbetçi öğretmen бір тіркес. Сосын öğretmenin önlüğü екінші тіркес. Біріншісі tanık, екіншісі анық тіркес. Okulun bahçesinin etrafında duvar var. Mekteптің ауlasының айналасында дуал бар. Okulun bahçesinin etrafı. Бұл құранды тіркес. Okulun bahçesi біріншісі анық тіркес. Сосын bahçenin etrafı тағы да анық тіркес. Evin bahçesinin kapısı açık. Үйдің ауlasының есігі ашық. Evin bahçesinin kapısı. Үш компоненттен құралған құранды тіркес. Çam ağacın yaprakları yeşil. Шырша ағашының жапырағы жасыл. Çam ağacının yaprakları. Тағы да 1, 2, 3 зат есім бір-бірімен құранды тіркес жасап тіркесті. Жалғастырайық. Ali'nin arabasının rengi beyaz. Ali'дің көлігінің түсі ақ. Ali'nin arabasının rengi. Ne istedi? Құранды тіркес болды. Tamirci, жөндеуші. Ali çanta. Ali çanta не салатын? Құрал сайман салатын сумка. Dolu, толып тұр. Кімнің? Tamircinin. Несі? Ali çantası. Dolu. Bu жерде міне tamircinin Ali çantası деген бір тіркес бар. Сосын Ali çantası деген екінші тағы бір тіркес бар. Бірақ үш сөз бірігіп құранды тіркес болып тұр. Mercimek çorbası tat güzel. Mercimek çorbası bir тіркес. Жасымық сорпасы. Жасымық сорпасының дәмі
Mercimek çorbasının tadı. Qanday? Әдемі. Mercimek çorbasının tadı. Ahmet. Güneş, gözlük. Kimning? Ahmet'in. Güneş, gözlüğü, kundan qo'rg'aydigan ko'zildirik. Gözlük yumuşak G bo'ladi. Gözlüğü pahalı, qimmat. Ahmet'in güneş gözlüğü. Kur'an'da tirkes. Topkapı Sarayı müdür görüştüm. Topkapı Sarayı bu жалгы есім. Sarayının bir атау, жалгы. Müdürü, direktörü. Görüştüm deydi, söylestim. Kimмен söylestim? Müdürüyle есімізде болса, бұл жерде көмектестіктің жалғауын алып, қосымшасын алып келеміз. Müdür, oda, kapı açık. Müdür, direktör. Direktörдің бөлмесі, odası. Сосын, direktörдің бөлмесінің есігі дейтін болсақ, müdür odasının kapısı açık. Müdür odasının kapısı. Direktör bölmesinin есігі. Manav tezgahı. Manav жеміс-жидек сататын, көкөніс сататын орын немесе дүкен. Tezgah прилавка, yani stol. Üstlerinin tezgahının üstü sebze ve meyvelerle dolu. Жеміс және көкөністер толыптыр. Trafik polisi. Bu өзі негізі bir тіркес. Жол полициясы. Politsiyasının şapkası var.